Лайк ділдә менен сәтілсем ал. Рухани не ғой? Мына гүлді қарасаңыздар. Мен өскенде Айдана сияқты болғым келеді ше. Аумин. Күшті. Белгісіз жан беріп жүрген ғой. Хатын қараңыздар. Красота. Қалайсыздар? Қолдап атқандарыңызға барлықтарыңызға рахмет, Алла разы болсын. Бүгін көргендеріңіздей ең соңғы балдың бірін алып қалдық. Оған ешкімді кінәламаймыз, өзім кінәлімін. Дайындық болмады. Ойладым мен, ана біріншісінде жеттім ғой, тура сол сияқты болады деп ойладым. Мен да күткендегідей болмады, өкінішке орай. Бірақ енді по-любому салыстырмалы түрде бұлай ойлап қарайтын болсаң, 2 деген бал кәдімгі басқа кіріп шықпайтын бал. Мені қоя берші, жарайды. 1 деген балды мен Жанболатқа қоям дегеннің өзі кәдімгідей. Ана жюрилерді қаяқтан табу, ойбай, ана кісілер түсінбедім мен. Бір жеке жек көрініштілігі бар ма? Маған айтты, орынсыз әзілдедің деді. Мен шықтым. Мен шыққан кезден әзіл айтпай жат түрін бұзып қарап отырды бүйтіп. Маған бір жеке жек көрініштілігі бар ма? Или теледидардан көріп мені бұрыннан ұнатпай жүрген адам-ау дедім. Ханзадаларында еркелетіп жатыр сен. Дұрыстап сценарий жаза салу керек пе? Басынан жазамыз ба сценарий? Давай, жазамыз. 2 жюриді шақырып ап, үй жағына барып көрсетіп қайтамыз ба бар? Ойладың ба? Біраз баланың енді өнерлерін құтқарып жатқан қыздарымыз бар. Соның ішінде ең қатты құтқарғандарың енді Тимур болды. Бір сендерді барып тамақтандырып қоя ма, әлде бір ақшаларыңды бере ма, білмеймін. Әуре болып жігіттердің жүзіңді ақшалар көп бишілер жалдаған. Тималықса. Қанша бір 5 минутта дайындалдыңыздар ғой? Шар алдында осыған билейсіңдер де, жарайды. Осындай енді тікелей эфир болып тұрғаннан кейін осындай сәттері болады. 3 қызымыз әшейін өлең берді, биді қойды деген сияқты ғой. Ерекше қойылым қойғандардың бірі Диас. Сіздікі де қатты ұнады енді халыққа да, жалпы сырттағы болсын, іштегі болсын адамдарға. Сізге ұнады ма? Өзіме басында енді төпет етіп қойым кәдімгідей, одан кейін Ана дауыс деген сіздің дауысыңыз ба, толықтай? Басынан бастап. Өзімдікі, Бірақ жазып алған дауыс, е? Енді оған дем жетіп келіп отқаннан кейін жазып отыр. Серхан, сіз де бәрімізді жылаттыңыз енді. Өзіңіздің көңіліңізден шықты ма? Өзіме білінбеді, вообще білінбеді. Негізі мен естіп қалдым, жанды дауыста бізде негізі Шерханның дауысы өте жақсы ғой. Бірақ айта алмаймын, өйткені мен жылап қаламын деп айтты. Осындай тамақ. Дәмді болыпты. Рахмет. Дәмді болыпты? Дәмді болыпты деген. Дәм көресің ғой. Қазір сөйтіп айтатын болдық қой. Өтірік мақтау керек қой, чтобы болашақта мотивация болсын. Өте дәмді болыпты. Рахмет. Все. Өтірік етпістен керек емес. Тойдым, мен кеттім ұйықтаймын. Что-то без настроения. Қойшы. Молодец қайта. Неше күн әйтеуір билеу қиын болса да. Рахмет, биді қойып. Әлем болып шықты. Жоқ, молодец, алып шықты әйтеуір. Қорқып едім. Биді шайтып бірақ дайындық кезінде де. Дайындық кезде біраз нерв кетті. Кішкене қоя саламыз ба деген кездерде болған. Но молодец, ғалымжан жарады. Дайындалдың ба? Сенсіз. Қайырлы кеш, қалайсыздар? Біз эфирден шығып, мен өзімді көптен бері көрсе алмай жүрген жанмен. Мені көрсіп қалдым, өзім шақырып алдым. Любой тойды көтерет болсын. Нұржан, суретке түсіріп алайын. Өзім жаныма тойға алып жүретін болды. Ән айтады. Кіретті, жарата Тимур, не болды енді ол? Болмай қалған дүние болды дейсіз ғой. Енді негізі өлең айтуым керек болған ол жерде. Өлең салмай Өлеңнің дайындық болмады, аранжировкасы. Сол себепті енді амал жоқ, шығу керек болғаннан кейін билеп қана шығу керек болды. Енді негізі биге де ондай қатты бір нем жоқ. Байқадық, енді
болуп калган нерсе болгондон кийин Жоқ, жарайсыз. Мында бізде ханзада сайысы болып жатыр ғой. Бұл тек қана өнер емес, бұл мінезді де кәдімгідей қатайтатын нәрсе да. Иә. Сіз берілмей, соңына дейін осы жерге қандай да бір өнер көрсетсеңіз де, қандай номер болса да шыққаныңыздың өзі ерлік деп санаймын. рахмет үлкен. Ернар, қалайсың? Жақсы, қайырлы күн қойсыздар, жақсылар ма? Сіздің фаворитіңіз кім бүгінгі күннің? Өтті жақсы болды. Фавориттерім Шерхан жақсы қойды. Жаңа бір ситуация болған екен, кстати, айта өтейікші. Шерханның қойылымы болып жатқан кезде Абылайхан бір сөйлеген моменті бар ше. И сол андай камерадан именно эфир болып жатқан кезде біз Абылайхан екеуміз сол қойылымға күлген сияқты болып көрініп қалған екен. Сол құрметті достар, құрметті жақындар, олай ойламаңыздар. Надандықтан асып, ондай адам емеспіз ол қойылымға қоятындай. Мен де әке ананың тақырыбына қатыссыздаймын. Сол қойылым болған кезде кәдімгі көзіме жас келген. Сондықтан дұрыс емес ақпараттар кетіп қалып жүрмесін. Шерхан бауырымның өте маған қойған өнері, қойылымы өте жүрегіме жетті.